Ал балалар, логикалық сұраққа дайынсыңдар ма? Әкесі баласына бір кітапты береді да, сол кітапты оқып болсаң, мен саған 2000 теңге беремін дейді. Сөйтіп, бір аптадан кейін баласы әкеледі да, кітапты әке оқыдым деп береді. Бірақ әкесі айтады, сен кітапты оқымадың дейді. Қайдан білді оның оқымағанын? Қайқа? Кітаптың ішіне ма? Дұрыс, жарайсың. Ал екінші, қандай санды 2-ге бөлсең де, 3-ге бөлсең де, 1 қалдық шығады? Жоқ. Қандай санды 2-ге бөлсек те, 3-ге... молодец, Нұрали, жарайсың. Одан кейін, шөл далада, қараңғыда бір адам келе жатыр. Алдынан бір нәрсе сөніп өшіп тұр. Ол не? Жоқ. Шөл дала, қап қараңғы, алдынан бір нәрсе сөніп өшіп тұр. Ол не? Жоқ. Жоқ. Ештеңке? Не үшін? Сөніп өшіп тұр. Екеуі бір сөз ғой, сөніп ештеңке жанып өшіп тұр деп атқан жоқпын. Ештеңке жоқ деген. Молодец, жарайсың.